Қайырлы күн, құрметті менің студенттерім. Бүгін сіздермен бірге функция тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Бірінші есеп let a be any set from domain f. Қандай да бір функция берілсін, және оның анықталу облысынан бір a деген жиын алайық. Кез келген жиын then show that онда біз осы a жиынның f-1 f-a деген жиынның ішкі жиыны болатынын көрсетуіміз керек. Бұл жерде біз ішкі жиынның анықтамасын қолданамыз. Мысалы, a жиыны b деген жиынның ішкі жиын деп айтамыз. Анықтама бойынша. Кез келген элемент алсақ, a-дан онда ол b-ға тиесілі болуы керек. Енді дәл осы тәсілді қолданамыз. Кез келген элемент алайық a-дан. Онда ол қандай шартты қанағаттандырады? Онда x a-дан болса, ол анықталу нүктесінен, анықталу жиынынан ғой. Онда f at x қайда жатады? F a-да жатады. Яғни f at x бізде мәндер облысына тиесілі болады. Ал f at x бізде f a-ға тиесілі болғандықтан we have x қай жерде болады? Мынадан болады. Енді біз көріп тұрмыз, кез келген элемент алсақ, онда ол мынаған тиесілі екен. Демек, бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз a жиыны, мына жиынның ішкі жиыны дегенді білдіреді. Енді бұл жерде бір ремарк жазып кетейік. Ремарк бұл жерде мынаған қатысты. Осы керісінше орындала ма? Яғни мына жиынның ішкі жиыны бола ма деген сұрақ. Яғни a жиыны b жиынына тең деп айтамыз. Анықтама бойынша a жиыны b жиынның ішкі жиыны болса, және b жиыны a жиынның ішкі жиыны болса. Яғни егерде мынау ішкі жиын деген амал керісінше орындалатын болса, онда бұл екі жиын бір-біріне тең болып шығады. Енді сұрақ тең бола ма деген. Жоқ, not all time. Яғни барлық жағдайда, мына теңдік жазайын. Яғни барлық жағдайда мына теңдік орындала бермейді. Кейбір жағдайларда теңдік орындалады, бірақ бүкіл жағдайда ол орындалады деген білдірмейді. Яғни керісінше бола бермеуі мүмкін. Оған мысал ретінде мынандай контрпример алайық. f at x деген x квадрат деген функцияны алатын болсақ, онда f функциясы, мысалға, біз мынандай алқалайық, 0 деген, 0 мен 2. Енді бізде f at x деген x квадрат функциясы бұл бүкіл арда анықталғандықтан, біз кез келген жиын оған анықталу облысы бола алады. 0 мен 2-ні алайық, a жиын ретінде. Онда f a неге тең? Әрине 0 мен 4-ке тең. f a 0 мен 4-ке тең. Бірақ бізде f-4 f a деген жиын, ол бізде -2 мен 2. Яғни мынадан керісінше қайтатын болсақ, біз мына функцияның графигін білеміз, ол бізде парабола болады. Сондықтан -2 мен 2-ге түсіп қаламыз. -2 мен 2-ге түсіп қаламыз. Ал біз білеміз, оның 0 мен 2-ге тең емес екенін. Яғни
мына жиын а жиынына тең бола бермейді. Бірақ байқағандарыңыздай мына нәрсе ылғи да орындалады. А жиыны мына жиынның ылғи да несі болады? Ішкі жиыны болады. Бұл бізде функциялардың қасиеттерін арналған бірінші есеп еді. Келесі есепке көшейік. Келесі есепте бізде let b be any set from imagined f, then show that f minus 1 b equal to b. Енді бағана қасиетті байқадық, мына жерде сәл кішкене айырмашылық бар, бірақ тура сол қасиет. Егер де біз мәндер облысынан алатын болсақ, онда бұл ылғи да орындалады екен да. Анықтар облысынан алсақ орындала бермейді, бірақ мәндер облысынан алатын болсақ, бізде ылғи да орындалады. Енді біз мәндер облысына кез келген жиын алайық. Міне функцияның. Онда функцияның қандай болғанына тәуелсіз мына нәрсе орындалады. Енді дәлелдеп қойып, proof. Жаңағы осының алдындағы анықтама бойынша мына екі жиынның тең екенін көрсету үшін екі жиынның бір-біріне ішкі жиын болатынын көрсету керекпіз. Енді былай қаратай дәлелдеп көрейік. Былай қаратай дәлелдейік дегеніміз солдан оңға қарай, яғни мына жиынның бір жиынына ішкі жиын болатынын көрсету керекпіз. Ол үшін не істейміз? Кез келген элемент аламыз. f-1 b. Бұл жерде давайте біз y деген элемент алайықшы. Өйткені біз мәндер облысын алып жатырмыз. Деген элемент алсақ, онда түсінікті табылады x деген элемент, анықтау облысынан, который қалай болады? X жатады f-1-ға және y тең f от x-ге. Осындай нәрсе орындалады. Ал бізде x мынауындай f-1-де жататын болғандықтан, бізде f от x қайда жатады? F от x бізде b-ға жатады. Яғни орындап жазайын. Яғни y қайда жатады? B-ға жатады. Демек, мына жиыннан кез келген элемент алсақ, онда ол мына жиынға тиесілі болады екен. Енді керісінше көрейік. Кез келген y элементін алайық, b деген жиыннан, b бізде мәндер облысынан, сондықтан тағы да тура сол табылады. X деген элемент анықтау облысынан f от x қайда жатады? Кешіріңіздер. f- туралы айтуым керек қойған жерде. f-1 мына жерде табылады бір x деген элемент, который x қайда тиесілі болады? f-1 b-дан. Яғни y-ды b-дан алсақ, онда x f-1 b-да жатады. Және y тең неге? Y тең болады f от x-ге. Ондай болатын болса, анықтама бойынша бізде f от x қайда жатады? F от x жатады, f-1 b-да жатады. Or y, f от x бізде y-ға тең болады, сол себепті де y бізде -1 b-ға жатады.
яғни біздің сөйлем толық дәлелденді. Біз мына жиынның b-ға ішкі жиын екенін, b-ның мына жиынға ішкі жиын екенін көрсеттік, яғни екі жиын бір-біріне тең болады. Келесі есеп шығарайық. Үшінші есеп бізде prove that if A union B тең if A union if B. Осындай. Proof дәл жаңағы осының алдындағы дәлелдеуді пайдаланамыз. Содан оңға қаратай дәлелдеп көрейік. Кез келген элемент алайық. If A union B-дан, A union B-дан кез келген элемент алайық. Онда бізде бұл нені білдіреді? Онда бізде бұл мына жерде y деген элемент алайықшы. X емес, y деп алайықшы. Онда табылады бізде x деген элемент. X қайда тиесілі болып қалады? X A union B-ға тиесілі болып қалады, және y тең f от x. Y тең f от x. Онда жиындардың қасиетін пайдаланатын болсақ, x A-ға да тиесілі, және немесе бізде x A-ға да тиесілі, немесе x B-ға тиесілі. Екеуінің біреуіне тиесілі болса бізде жеткілікті. Ондай болатын болса, анықтама бойынша бізде f от x анықтама бойынша f от x тиесілі болады f A-ға, немесе f от x тиесілі болады f B-ға. Бұл деген сөз нені білдіреді? Бұл деген сөз f от x тиесілі болады f A union f B. Немесе y тиесілі болады f A union f B. Осы. Енді оңнан солға қаратай дәлелдеп көрейік. Кез келген элемент алайық. Y деген f A union f B-дан. Бұл нені білдіреді? Y-ның f A-ға, немесе Y-ның f B-ға тиесілі екендігін көрсетеді. Ондай болатын болса, жеке-жеке табылады x деген элемент. X деген элемент, который x тиесілі болады A-ға, немесе x тиесілі болады B-ға. Және y тең f от x. Әне осы екеуінің біреуіне тиесілі болады. Ондай болатын болса, x тиесілі болады неге? A union B-ға. Егер x тиесілі A union B болатын болса, онда f от x тиесілі болады неге? F A union B-ға. Немесе y тиесілі болады f A union B. Есеп толық дәлелденді. Енді бізде табиғи мынандай сұрақ туындайды. Егер осыны қиылысумен алмастырсақ, орындала ма? Қиылысумен алмастырсақ, және не нәрсе өзгеріп кетеді бізде? Өзгермей ма? Осындай сұраққа жауап іздеп көрейік.
бізде төртінші есеп болады. Төртінші есеп is if A intersection B equal to if A intersection FB. True? Осы орындала ма? Жалпы сұрақ not no деп айтайық. Жалпы бұл сұрақтың жауабы no. Яғни орындала бермейді. It is true that if A intersection B is a subset for FA intersection FB. Яғни мына нәрсе ылғи да орындалады. Біз осыны дәлелдеп көрейік. Кез келген элемент алайық. FA intersection бұдан онда бұл нені білдіреді? Бұл y деп алайық. Табылады x деген элемент, который x а мен бұның қиылысуында жатады, және y тең f от x болады. Егер а мен бұның қиылысуында жатса, онда x аға да тиесілі болады, және x б-ға да тиесілі болады. Егер x аға және б-ға тиесілі болса, онда f от x тиесілі болады f аға және f от x тиесілі болады f б-ға. Осыдан шығатын қорытынды f от x тиесілі болады f а және f б-ға. Немесе y тиесілі болады f а intersection f b. Яғни кез келген элемент алсақ, мына жиынға тиесілі болып қалды. Бірақ керісінше орындала бермейді. Неге? Оған тағы да мысал келтірейік. Біз жақсы білетін мысалды алайық. F от x тең x-ның квадраты деген осындай функцияны алайық. Ондай болатын болса, а жиыны ретінде біз мынадай алайық. -2 мен -1. Б жиыны ретінде біз алайық 1 мен 2. 1 мен 2 деген жиындарды алайық. Ондай болатын болса, f-а неге тең? F-а бізде 1 мен 4-ке тең. 1 мен 4-ке тең. Ол f б-ға тең. Бұл бізде бос жиын емес әрине. Өйткені мынаның графигі парабола болғандықтан 1 мен -2-ні де 1 мен 4-ке көшіріп, 1 мен 2-ні де 1 мен 4-ке көшіреді. Бірақ бізде білеміз, а жиыны мен б жиыны бізде түзудің екі жағында жатыр, және мүлдем қиылыспайды екеуі. Яғни бос жиын. Онда болатын болса, бат деп жазайын. Бат f a intersection b тең f пустое множество тең тоже пустое множество. Онда біз көріп тұрмыз, что онда біз мынаны көріп тұрмыз, бізде мына жақтан жасайық. A intersection FB екеуі бірдей болғандықтан екеуінің қиылысуы бір жиыны. Бұл тең емес болып қалды не нәрсеге? A intersection B-да. Осы жерде. Осындай. Енді келесі сұрақ туындауы мүмкін. Енді бізде қандай жағдайда орындалады? Оған жауап қарапайым.
It is true when f is injective. Инъекция бар болған кезде бұл нәрсе дұрыс болып табылады. Мен мынаны үстің жағын жазайын, мында үшке. It is true when f is injective болған кезде ол нәрсе орындалады. It is true деген, мұндағы it дегеніміз ол if мына жерде бар екен ғой, кешірім сұрайын. Мұндағы it дегеніміз ол назад, иә? Осы нәрсе f инжектив болған кезде орындалады. Яғни біз инжектив дегеніміз не? Инжектив дегеніміз ол мына нәрсе. Инжектив дегеніміз fx1 x2 тең болса, бұл деген сөз x1 мен x2 да тең деген сөз. Осы бізде инъекцияны білдіреді. Дәлдеп көрейік. Кез келген бір элемент алайық. f(a) intersection f(b). Яғни біздің функциямыз инъективті болсын деп есептейік. Жаңа қасиетін орындалатын көрсетейік. Ондай болатын болса табылады бір a(b) деген санда a тиесілі болады a жиынына және b тиесілі болады b жиынына және f(a) тең f(b) тең y болсын. Бізде y мына екеуінің қиылысуынан алынып тұр. Ол қиылысуынан алынып тұрғандықтан бізде f(a) мен b, f(a) мен f(b) y-ға тең, яғни олар мынада да жатады. Яғни a-дан b-дан табылады. Енді бізде осыдан шығатыны f is injective болғандықтан a мен b не болып қалады бізде? a мен b тең болып қалады. Яғни бұл не деген сөз? a бізде a мен b-ның қиылысуында жатыр деген сөз. Осыдан шығатын қорытынды бізде f(a) немесе y, ол бізде тиесілі болады f(a) intersection b-ға. Яғни бұдан шығатын қорытынды f(a) intersection f(b) сабсет болады не нәрсеге? f(a) intersection b-ға. Осы. Есеп толық аяқталды. Енді сіздерге шағын үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасына өте мұқият болыңыздар. Жалпы мынаны білсеңіздер, үй тапсырмасын орындау өте жеңіл. Бірақ менің қанша айтқанымнан пайда болмайды, егер сіздер өздеріңіз бір нәрсе істеп көрмесеңіздер. Сондықтан шағын ғана үй тапсырмасы сіздерге. Бұл 5-ші есеп. If is bijective, мындай бір биективті функция берілсін. Кез келген a1, a2, ak деген бір саналында жиындар берілсін. Және бұның барлығы a-дан
балансыны. Мынау не емес, нақты сандар жиынының толық өзін білдіретін символ емес, ол бір жиын дегенді білдіреді. Онда F, K, A, K тегін болады. K, F, A, K. Екінші F, K, A, K тегін K, F, A, K. Осы есеп сіздерге үй жұмысы. Сондықтан міндетті түрде, егер осы видеоны көрген болсаңыз, үй жұмысын орындап көріңіздер. Егер қандай да бір сұрақтар болса, комментарийға жазыңыздар. Сондықтан бүгінгі сабағымыз сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Егер пайдалы болды деп есептесеңіздер, онда жүрек басыңыздар, пікір алаңына пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Көріскенше күн жақсы болсын.